Шариғат бойынша кірпік пен тырнақты жай сәндік мақсатта жалғаса харам болады. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде айтады: Алланың жаратылысын өзгерткендерді лағнеттеді делінген. Қазіргі таңда көптеген мұсылман әйелдер мен тіпті орамал таққандар да осы жасанды кірпік пен тырнақты жалғауды әдетке айналдырған. Мына тырнақ өсірудің өзі де негізінде күнә болып есептеледі. Сонымен қатар жасанды кірпік пен тырнақ теріге су өткізбей дәретке кедергі болады. Егер зәрулік жағдайда жалғаса, яғни ауырып кірпігі түбімен түсіп қалса және де тырнағы түбімен түсіп қалса, жасанды жолмен жалғауға рұқсат етіледі. Және дәрет аларда су өткізбейтін болса, қайта алынбайтын болса, онда жасанды кірпік пен тырнақты жуу керек. Ал егер еш қиындықсыз алуға мүмкіншілік болса, онда оларды алып, орнын сумен жуады да қайта орнына қояды. Сондай-ақ мына шаш жалғауда тыйым салынған іс-әрекеттердің бірі, өйткені Алла Тағала шаш жалғаушыны да жалғағанды да лағнеттеді деген хадис бар.